Сәлеметсіздер ме оқушылар? Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжі филология бөлімінің 3-ші курс студенті Ноярбеков Нұрсұлтан. Бөлім ғылым мен технология жетістіктері пунктуация ілімін қарастырамыз. Тақырып ғылым мен таным. Сабақтың мақсаты мәтіннің стилік ерекшеліктерін анықтау, ұсынылған мәтін арқылы тыныс белгілерін ажырату. Оқушылар, сіздерді сабаққа дайын деп ойлаймын. Кезекті тапсырмаға берейік. Бірінші тапсырма. Мәтінді оқып, стилін анықтаңдар. Мәтін астында сұрақтар берілген. Бұл сұрақтарға жауап беріңіздер. Дескрипторлар. Мәтінді оқиды, бір ұпай, стилін анықтайды, бір ұпай, сұрақтарға жауап береді, бір ұпай, барлығы 3 ұпай. Бұл тапсырманы орындауға сіздерге 10 минут беремін. Бәрекелді, сіздер бұл тапсырманы орындап шықтыңыздар. Енді бағдаршам әдісі арқылы бағалап өтіңіздер. Қызыл түс толық түсіндім, сары түс жартылай түсіндім, жасыл түс түсінбедім. Екінші тапсырма. РАФ стратегиясы бойынша танымал ғалымға хат жазыңдар. Бұл тапсырманы орындауға сіздерге 10 минут беремін. Бәрекелді оқушылар, бұл тапсырманы сіздер орындап шықтыңыздар. Өздеріңізді смайликтер әдісі арқылы бағалап өтіңіздер. Үшінші тапсырма. Төмендегі мәтіндегі сөйлемдерді ажыратып, тыныс белгілерін қойып жазыңдар. Олардың қойылу себебін түсіндіріңдер. Дескрипторлар. Жазады 1 ұпай, түсіндіреді 1 ұпай, барлығы 2 ұпай. Осы тапсырманы орындауға сіздерге 10 минут беремін. Бәрекелді оқушылар, бұл тапсырманы да орындап шықтыңыздар. Енді сабақты қорытындылай келе бағалап өтіңіздер. Бұл әдіс желкенді боя деп аталады. Жасыл түске боясаңыз, бұл сабақ сізге ұнады. Сары түске боясаңыз, бұл сабақта қиындықтар кездестірмедім. Қызыл түске боясаңыз, мұғалімнің көмегі қажет болды деп белгілейсіз. Үйге өздерің білетін бір ғалымнан ғылымға қалай келгені туралы сұхбат алыңдар. Немесе ғаламтордағы сұхбаттардың бірін жазып алыңдар. Ғалымның айтқан ақыл кеңестері негізінде нұсқаулық жазыңдар. Оқушылар, бүгінгі сабақ аяқталды. Қош, сау болыңыздар.